Сәлеметсіздер ме? Екінші сынып білім алушылары. Дүниетану сабағының тақырыбы жергілікті жерді бағдарлау. Сабақтың мақсаты жергілікті жерді бағдарлау. Тұсбағардың көмегімен көкжиек тұстарын анықтау. Сабағымды мына бір аңызбен бастағалы отырмын. Баяғы бір заманда Крит аралында көк теңіз шайып жатқан жағалауда Минос деген патша өмір сүріпті. Оның әдемі, әрі ақылды Ариада деген қызы болыпты. Оның жер иелігіне үлкен ақ сарай салынады. Ол сарайдың басқа сарайлардан ерекшелігі кірген адам шыға алмайтындай етіп жасалған шытырман дәлізі лабиринті болыпты. Сол лабиринттің ортасында Минотавр деген айдаһар тұрыпты. Айдаһар әрбір 9 жыл сайын 7 жасар ұл мен 7 жасар қызды лабиринт ішіне алдырады екен. Кім лабиринттен қайтар жолды таппаса, соны айдаһар жиып қоятын. Сондай тағдыр ханзада Тесейді де күтеді. Бірақ Тесейді асқан сұлу Арианда жақсы көріп қалады. Арианда оған үлкен шеке жіп береді. Тесей жіптің бір ұшын кіреберіске байлап кетеді де, және қайтар жолды сол жіп арқылы тауып алады. Содан бері саяхатшылар Ариаданың жібін жолбастар Бағдар деп атап кетеді. Бағдар дегеніміз не? Бағдарлау дегеніміз не? Қазіргі кезде адамдар қалай бағдарлайды екен? Оны мына фильмнен көруге болады. Ай мектеп. Аға, біз қайда барамыз? Неге сонша ерте шықтық? Біз алма бағына барып, алма теріп қайтамыз. Аға, жаңа артымызда үйіміз көрініп тұр еді, енді көрінбей қалды ғой. Алдымызда ағаштар бар еді, олар да көзден ғайып болды. Иә, Дана, оның бәрін көкжиек деп атайды. Ол қалай? Жай көзбен қарағанда, көз жететін жерге дейінгі көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Мен түсініңкіремедім. Жарайды, мен саған былай түсіндірейін. Қазір көз алдыңда не көріп тұрсың? Төбешік және ондағы ағашты көріп тұрмын. Міне, төбешікке де шықтық. Айналаға қара, көрініс қалай екен? Қандай әдемі. Үйлер кішкентай, сонау алыстағы ағаштарды да көріп тұрмын. Ал енді түсіндің бе? Жаңа көз алдыңда тек төбешік пен ағаш көрінді. Төбешікке шығып едік, көз жетерлік кеңістік әлде қайда кеңейді. Иә, түсіндім. Төбешік алдында кедергі болып тұрды. Сол үшін мен мына үйлер мен ағаштарды көрмедім. Дұрыс, Дана. Теңіз бетінде және жазық далада өте алыс жерге дейін көз жеткізе аламыз. Себебі онда көруге кедергі келтіретін ағаштар мен биік үйлер, төбешіктер жоқ. Ал аспан мен жердің астасқан жерін көкжиек сызығы деп атайды. Алға қарай жүре берсең, көкжиек сызығы да жылжи береді. Оған жету мүмкін емес. Көкжиектен үйіміз көрінбей. Көкжиектен төбешік жоғалып кетті. Енді алма баққа жетеміз дегенше бізде жоғалып, адасып кетеміз. Енді үйімізді қалай табамыз? Қарындасым менің, қорықпа, адаспаймыз. Себебі дүниенің 4 тұсы бар. Ал біз қай тұста жүргенімізді қайдан білеміз? Көкжиек тұстарын тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағың
солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс, сол қол жағың батыс болады. Сонда алма бағы қай тұста орналасқан? Батыста. Көлеңкеге қарап ақ, алма бақтың мына тұста екенін анықтауымызға болады. Сонымен батыс жаққа жол тартайық. Дүние тұстарын ажыратудың жолы көп. Мысалы, мына алма ағашына қараш. Ағаштың солтүстік жағының бұтақтары қысқа, әрі сирек, ал оңтүстік жағының бұтақтары ұзын, әрі жайқалып тұр. Жемісі де көп. Сәлеметсіз бе ата? Амансыңдар ма балаларым? Алма жеңіз ата. Рахмет, көкжиектеріңде несін шырақтарым? Сау болыңыз ата. Дана, біз қай жаққа бардық? Батысқа, Үйімізге қайту үшін енді қай жаққа жүреміз? шығысқа. Дұрыс айтасың. Менің қарындасым сондай ақылды. Қайталайық. Көкжиек тұстары. Жай көзбен қарағанда, көз жететін жерге дейін көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Аспан мен жердің астасқан жерін көкжиек сызығы деп атайды. Көкжиектің негізгі 4 тұсы бар. Көкжиек тұстарын тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағың солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс. Сол қол жағың батыс болады. Жақсы балалар, фильмнен бәрі түсінікті болса, енді 79-шы бетті ашайық. Жыл құстары көктемде солтүстікке, ал күзде оңтүстікке қарай бағыт алады. Бұлар адамның жергілікті жерді бағдарлауына көмектесетін табиғи белгілер. Суретке өзін анықтама жүргізіп, оңтүстігі мен солтүстігін дәптеріне белгіле. Өз ойыңды түсіндір. Ойлан, әр адамға жергілікті табиғат белгілеріне қарап, бағытты анықтау не үшін қажет? Көкжиек тұстарын анықтауға болатын тағы қандай табиғи белгілерді білесің? Күн арқылы өз үйің, парк, стадион, мектептің қай жағында орналасқанын анықта. Мынау суретке көңіл бөліңдер балалар. Үйдің шатырындағы қар еріп кеткен жақ көкжиектің қай тұсын білдіреді? Шырша суретіне қарайық. Шыршаның жапырағы көп жағы қай түсті білдіреді? Томардың сақинасы үлкен жағы қай түсті білдіреді? Енді оқулықтың 77-ші бетіне қарайық. Адамдар бағыттың дұрыс таба білу үшін тұсбағдарды қолданады. Тұсбағдарды қолдану тәртібі. Тұсбағдарды пайдаланарда оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тіл тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С, яғни солтүстікті, қызыл тілі О, яғни оңтүстікті көрсеткенше қорабын бұрамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқталғанда тұсбағдардың тежегішін қайта қосамыз. Сонымен балалар, қалай бағдарлауға болады? Күнге қарап, тұсбағдармен және жергілікті табиғи белгілерге қарап. Енді сабағымызды қорытындылайық. Көкжиек дегеніміз не? Көкжиек сызығы дегеніміз не? Көкжиектің неше тұсы бар? Көкжиекті күнге қарап қалай анықтаймыз?
қандай табиғат белгілеріне қарап көкжиекті анықтауға болады? Тоспағдардың көк түсті тілі көкжиектің қай тұсын білдіреді? Қызыл түсті тілі қай бағытты көрсетеді? Балалар, сабақ түсінікті болса, үйде дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма. Дұрыс тұжырымға плюс белгісін қою. Екінші тапсырма. Көкжиектің аралық тұсындағы және негізгі тұсындағы артық сөздерді табу. Үшінші тапсырма. Ата-аналар көмегімен есіктің, шкафтың, үстелдің, терезенің қай тұста орналасқанын анықтау. Төртінші тапсырма. Сызбаны аяқтау және нысананы орналастыру. Бесінші тапсырма. Сөз жұмбақты шешу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.